Мен жануарлар туралы ертегілер кітабын таңдадым. Бәрінен де Жалқау мысық туралы ертегі ұнады. Жылы үйде қарыны тойып жатқан мысық тышқан алмай үйден қуылады. Мен осы ертегіден жалқау болмау керектігін үйрендім. Аңқау қасқыр деген ертегіні оқыдым. Ода қасқыр, ешкі, қой және ат болады. Қасқыр өз аңқаулығынан ажалына жетеді. Менің түсінгенім, біреудің айтқан сөзіне ермеу керек, өз басымен ойлану керек. Ертегі бізді тапқырлыққа үйретеді. Мен Қазақстан өсімдіктері кітапты оқыдым. Қазақстанда қандай өсімдіктер бар екенін білдім. Мысалы, қамыс, тау-шешек, аша өсімдіктер бар. Ақ тұңғиық Қазақстанның қызыл кітабына енген. Маған кітап өте ұнады. Мен бәсекте бәйге ертегі оқыдым. Ертегіде сиыр, арғымақ, суыр қатысады. Сиыр және арғымақ бәйгеге түседі. Сиыр дөрекі мақтаншақ болғандықтан жеңіліп қалды. Мен түсіндім, өмірде дөрекі мақтаншақ болмау керек. Сәлеметсіз бе? Менің атым Сол. Менің атым Мейірім. Мен осы кітаптан екі қаз бен бір бақа туралы оқыдым. Андам ерте заманда екі қаз су таба алмай тұрған. Сосын бір көлшікке барып, анда су ішкі келген. Анда бақа отырған. Бақа айтады: болмайды бұнда су ішуге. Мен жолбарыс пен тышқанның ертегісін оқыдым. Ол жерде басты кейіпкер тышқан мен жолбарыс. Жолбарыс тышқанды кешірді. Тышқан оған көмектесті. Мынау ертегіде мен түсіндім, адал дос болу керек. Мен аңқау қасқыр туралы ертегіні оқыдым. Ертегіде қой, ешкі және жылқы қасқырдың аңқаулығын пайдаланып, қулықтарының арқасында өз өмірін құтқарды. Қасқыр өз ажалына өлді. Мен мынандай ертегі оқыдым. Ит пен мысық адамға қалай дос болды. Баяғыда заманда шал мен кемпір болыпты. Шал қой бақты, кемпір тамақ пісірді. Бір күнде шал қамбасын ашса, анда көп тышқан кірді. Біз ортаның әмірімен деген кітапты оқыдым. Онда ақымақ емелі сиқырлы шортан болады. Емелі шортанды суға жібереді. Мен осы кітаптан оқыдым, кітап ескірмейді. Одан қожанасыр досына келіп, досым ескі кітаптар мен қағаздарды
өтейін деп жатты. Сонда Қожанасыр айтты, кітап ескірмейді. Оның іші ақыл сөзі ескірмейді. Менің түсінгенім, кітаптың сырты ескіргенімен, оның іші ақыл сөзі ескірмейді. Мен Қотырқы мен Ұмытшақ аю ертегісін оқыдым. Ертеде аю, қасқыр, түйе, түлкі бір-бірімен дос болып өмір сүріпті. Бір күні олар жолға шығыпты. Бір кезде қасқыр мен қу түлкі түйені жегісі келеді. Мен соқыр күші деген кітапты оқыдым. Онда соқыр күші ұры және қазы болды. Ұры қазыға бар белгісі, бірақ мен күйеу таңдаған қыз ертегіні оқыдым. Сол ертегіде көп жігіттер келді. Алтынмен келді, күміспен келді. Сосын 3 жігіт келді. Бірінші айнамен, екінші креммен, үшінші алмамен тілегі. Ұлы жібек жолы кітап оқыдым. Сауда сатқанын білдім. Ұлы жібек жолы Азия, Европа елдерін біріктірген. Ұлы жібек жолы екінші елдерін ғасырда пайда болған сурет